Сәлем достар, бүгін баршылы туылған адамдарды айтамыз, қандай адамдар олар. Еш нәрседен қорқпайтын өте мықты адамдар, яғни сильный духом дейді ғой, вот сондай адамдар рисковать етуден де қорқпайды. Көбінесе өмірінде көп рисковать етіп жүретін знак осы баршылылар. Қойған мақсатына қол жеткізбей қоймайды, жолында жолыққан кедергілерді жойып жіберуге дайын, даже баратқан мақсатында өзін де аямайды. Лишь бы сол мақсатқа жету үшін. Қырсық мінездері бар, айтқаннан қайтпайды оңайлықпен. Сосын қызба мінездері бар. Бір көтеріліп кетсе, ашуы өте қатты, бірақ ашуы шай орамал сияқты тез көтеріліп, тез басылады. Мінездері ақ көңіл, ашық, кеңес берген жақсы көреді, көмектескенді жақсы көреді, жүректері жұмсақ болады негізі. Өздері қатал көрінгенмен, жүректері жұмсақ. Махаббатта оңайлықпен жақсы көре алмайды, бірақ жақсы көрсе өте адал болады. Махаббатын бақытты қылуға қолынан келген бәрін істейді. Тіке сөйлейді әрқашан, шындықты бетке айтқан жақсы көреді, сондықтан көп адамдармен конфликтке түсіп қалып жатады. Мінезінде сабырсыздық, шыдамсыздық бар. Ойлағанына тез жетпесе, ашуланып кететін мінезі бар. Достарына өте адал, сенімді дос. Жанұясына дегенде өте жұмсақ, қол ашық адамдар. Жауға келгенде өте қатал, жестоки адамдар. Бостандықты жақсы көреді, ешкімді тыңдағысы келмейді, өзінің дегенмен жүргенді жақсы көреді. Шешімді әрқашан өзі қабылдайды, біреудің мнениясына қарамайды, біреудің советіне қарамайды. Әрқашан шешімді өзі қабылдайды.